Шардарада 5-ші сынып оқушысы қайғылы жағдайда қайтыс болды. Ал білім басшылығы болса жауаптан жалтарып отыр. Екен екі камера тұрды, біреу мына жақ қарап тұрды, біреу мына жақ қарап тұрды. Мына жақ қарап тұрған істемей тұрған, мына тіке тұрған шығып тұрды просто. Бұрыннан істемейді, Ол бұл кезде істемейді. Біраз болған істемейді. Үшінші қазан Шардар ауданы Қасым Аманжолов атындағы мектептің 5-ші сынып оқушысы Арнұр Көшебайдың өмірі дәл осы алаңда үзілді. Таңертең мектепке жақсы көңілмен келген бала дене шынықтыру сабағы кезінде ауыр жарақат алып ауруханада көз жұмды. Әріптестерінің айтуынша дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі бұл мектепте 10 жылға жуық қызмет еткен тәжірибелі ұстаз. Бірақ дәл сол күні бақылау, қауіпсіздік және жауапкершілік бәрі де жоқ болды. Қайғылы оқиға дәл осы жерде дене шынықтыру сабағында орын алған. Мұғалімдердің айтуы бойынша дене шынықтыру пәнінің мұғалімі баланы ең алғаш осы жерде кішігірім ойнап жүріп жарақат алғаннан кейін осында отыра тұр деп қадағалап отырғызып кеткен. Алайда бала шарбаққа шығып, мына жерде өсіп тұрған шыбыққа құлаған. Шыбық баланың тоқшегінен қоғына жетіп зарар берген деседі. Медицина сараптамасының қорытындысы әлі толыққанды шыққан жоқ. Мектеп басшысы сол оқиға болғаннан кейін денсаулығына байланысты қазіргі таңда мектепте жоқ. Жауаптылар болса толық оқиғаның қалай болғанын алдағы уақытта айтамыз деп отыр. Біздің түсірілім тобы мән-жайды анықтау үшін Шардар ауданына барды. Бірақ көргеніміз бен естігеніміз екі бөлек дүние. Ең алдымен білім бөлімінің басшысы Жанат Мұсатаевадан жауап алмақ болдық. Бірақ ол журналистердің сұрақтарына нақты жауап бермей, министрліктің дайын мәтінін ғана оқып, сөзін қысқартты. Ал оқыс оқиға деп жылы жапқан бөлім басшысы шын мәнінде неден қорқып, журналист қойған жауаптан неге жалтарып отыр? Мұсатаеваның қайғылы оқиғаны оқыс оқиғаға теңеуі саладағы өз жұмысына деген салғырттығы емес пе? Түркістан облысы Шардар аудандық білім бөліміне қарасты Қасым Аманжолов атындағы жалпы білім беретін мектепте орын алған оқиға қазіргі кезде білім басқармасы мен білім бөлімінің бақылауында. Алдын ала берілген мәліметке сәйкес дене шынықтыру сабағы кезінде оқушы жаттығу барысында құлап жарақат алған. Мұғалім мен мектептің медицина қызметкері алғашқы көмек көрсетіп, оқушыны Шардар аудандық ауруханасына жедел түрде жеткізген. Өкінішке орай бала ота кезінде көз жұмды. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпараттар жария ете алмаймыз. Жалпы мұндай оқиғалар қайталанбас үшін өзіңіз қандай нақты шара қолданып отырсыз? Мен өзім айтатынымды айттым. Мен журналист ретінде сұрақ қойып отырмын, білім басшысы ретінде жауап берсеңіз өтініш. Тиісті шаралардың бәрі жүргізілуде. Біріншіден қауіпсіздік сабақтары жүргізілуде, инструктаж жүргізіледі. Екі оқушы қыздары ерте жүктілік орын алған екен. Біріншісі Қоссейіт жалпы орта мектебінде, екіншісі Тәжібаев мектебінде. Бұл білім саласына моральдық бақылаудың әлсіздігі деп ойламайсыз ба? Әлде міндетті түрде осындай жағдайлар орын алғаннан кейін барып, түсіндірме жұмыстары жүргізілу қажет пе? Сіз қателесесіз. Алдын алу шаралар жүргізілген, тиісті білім бөлім әдіскерлерімен, мамандармен жұмыс жүргізілген, түсіндіру жұмысы ұйымдастырылып, жиналыстар өткізілді, сауалнама алынды, психологтардың тарапынан, әлеуметтік педагогтардың тарапынан.